Осы әлемде мені бәрінен де көп жігерлендіретін адамдар өз отбасым жайлы айтып берейін. Менің барлық шығарған фильмдерім, телебағдарламаларым, бейне өнімдерім, жазған кітаптарым бірінші кезекте өзім қатты сүйетін жандарға қызмет ету үшін жасалған. Білесіз бе, мен білдей 39 жыл бойына бір әйеліммен өмір сүру мәртебесіне ие болдым. Бір адамға соншалықты шексіз сүйіспеншілік пен құрмет көрсету мүмкін екені ойыма да кіріп шықпаған. Өзімнің жұбайым Доттиге аса құрметпен қараймын. Біздің 4 баламыз бар. Мен 8 болғанын қалап едім, алайда Дотти 4 деп айтты. Ал онымен сөз тартысатын мен кіммін? Сонымен менің 4 балам бар. Үлкені Келли. Ол дәрігер. Жақында ол 6 жылдық оқуын аяқтаған соң балалар психиатр мамандығына ие болды. Ол Калифорнияның Ориндж өңірінде жұмыс істейді. Және жақында ол маған былай деді: «Әке, мен шынымен де балалардың өмірін өзгертудемін». Өткен желтоқсан айында ол 8 жыл бойы жүрген жігітіне тұрмысқа шықты. Мен қызыма былай дедім: «Күнім, сен қашанғы осылай жүре бересің? Мүмкін оның сені қолына қондыруына мүмкіндік берерсің». Сөйтіп олар өткен жылғы желтоқсанда Майклға тұрмысқа шықты. Ал мен олардың неке қию рәсімін жүргізу мәртебесіне ие болдым. Содан соң менің ұлым туылды. Неткен бақыттымын. Бұл жігіттің 2 магистрлік дәрежесі бар. Пәлсапа және жүйелік дін ілімі бойынша. Ол Энджел факультетінің деканы. Мәсіхшілік мектепте дәріс береді. Бірнеше бестселлер кітаптарда жазып үлгерді. Әлемді шарлап уағыз айтады. Сөйтіп ол 11 жылдық сүйіктісіне үйленді. Жоқ, ол 11 жаста болған жоқ. Олар 11 жыл бойы бір-біріне ғашық болды. Сонда бір әйел маған былай деді: «Сіз өте жаман әкесіз». Мен одан: «Сіз неге олай айтасыз?» деп сұрадым. «Сіз балаңыздың 11 жасар қызға үйленуіне жол бердіңіз». Мен: қате кетті. Ол қыз 12 жаста еді. Менің ойымша ол әйел әлі де маған ашулы сияқты. Олар шынымен де 11 жыл бойы бір-біріне ғашық болған еді. Және олар маған алғашқы немеремді сыйлады. Немерем менен аумай қалған. Ұқсамаса тумағыр. Шын мәнінде ол мынадай. Міне оның қарындасы Шона, салыстырып қараңыздар. Кіп-кішкентай болса да бастан аяқ нағыз кербез қыз ғой. Содан кейін бізде Кейти есімді қызымыз дүниеге келді. Ол Оберн университетін бітірді. Ол канадалық Джерри есімді жігітке тұрмысқа шықты. Ол Муди Энджелдік институтын бітірді. Ол Канаданың түлектерге арналған мемлекеттік бағдарламасының құзға шығу бойынша курсын тәмамдады. Енді олар Шотландиядағы әлемдегі ең үздік құзға шығу мектептерінің біріне 18 айға баруға дайындалып жатыр. Олар ондағы өткізетін уақыттарын Мәсіхке адамдарды әкелуге арнағылар келіп отыр. Олар маған 3-ші немеремді сыйлады. Сіздерге айтайын, бұл бала жыбырлақ, 2 аяғы тыпыршып ешқашан тоқтамайды. Сонан соң бізде әкесінің жүрегін жаулап алған қыз дүниеге келді. Оның есімі Хизер. Ол Биола университетін бітірді. Оңтүстік Калифорния университетінде тағы 1 жылда дипломдық жұмысқа арнаған соң ол магистр дәрежесіне ие болады. Бірақ ол өткен жылы тұрмысқа шықты. Білесіз бе, 1 жылда 2 қызыңның бірден тұрмысқа шыққаны үлкен шығын. Қызыңа күйеу таңдасаң, осындай күйеу таңда деп айтуға болатын. Ең жақсы жігіттердің біріне тұрмысқа шықты. Міне менің отбасым осындай. Маған күндіз түні лекцияларымды дайындауға шабыт беретін де осы отбасым. Мен лекцияларым бірінші кезекте отбасыма ықпалын тигізуін қалаймын.